санап үйрендік, оқып үйрендік. Ал енді бірден 10-ға дейінгі сандарды санамақ түрінде айтайықшы, бәріміз бірге айтамыз. Ал бастаймыз. Дауыстап айтамыз. Жарай ма? Бастаймыз. Diğeri tahtaya karayınız. Tahtada biz sureti gördünüz mü? Cemskerin sureti yeter. Biz жақсы көретін жемістердің суретіdir. Ал енді осы суреттерді мен санды атаймын. Санды атағанда ол қай сурет? Сол суретті атап, сол санды десеміз жақсырамыз. Жарай ма? Мен санды атаймын. Қандай фигура? Қандай фигура екен қалай? Енді шашыға не ұқсайды қараймыз айтамыз. Не ұқсайды екен? Шахмат тақтасы. Теледидардың экраны. Жақсы. Келесі қандай фигура? Апельсиннің үстіне жақсырамыз. Керемет, отыра ғой. Енді бір санын көрсететін, анеля, бір санын көрсететін суретті, бірді алам ешкеден, бірді алып жақсырамыз. Бір санын көрсететін қандай сурет? Атын атаймыз. Неге бұл? Ана. Ел алдында өз өнерін дәлелдейді. Ән тыңдайтын сіздер барда, ән шырқайтын біздер барда, қазақтайын ізгел барда, ән өлмей